Саламатсыз Абзал Амантайұлы. Бүгінгі сұхбаттасуға алтындай уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамын. Бірінші сұхбатымызға бірден кіріссек, алғашқы сұрағым, қазіргі білім беру жүйесі туралы көзқарасыңыз қалай, және ол оқушылардың білім алуына қандай әсер етеді? Саламатсыз ба? Келіп осындай сұхбат алып жатқаныңызға үлкен ризашылығымды білдіремін. Енді жалпы осы мәселеге кірісетін болсақ, қазіргі таңда білім беру мәселесіне келетін болсақ, әрине өткен 10, 20, 30 жыл бұрынғы, одан дейінгі білім беру саласына қарағанда қазір білім беру оқушыға бағдарланған, оқушының алған білімдерін өмірде қолдануға, яғни функционалдық сауаттылығына бағытталған деп айтуымызға болады. Бұрын мысалға көп теориялық білім алып, оқушыларымыз мектепті бітіріп шыққан кезде ол теориялық білімдерін өмірде қолдана алмайтын, көпшілік жағдайда қолдана алмайтын болып жатса, қазіргі таңда біз оқушыларды білім беру саласы, жалпы білім беру парадигмасы мына алған білімдерін өмірде қолдана алуға, яғни қажетті оған өмір сүруде білік пен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Әрине, енді біз мына өз тәуелсіздігіміз алғаннан бастап білім саласында өте көп реформалар жүріп жатыр. Оның шет жағасын өздеріңіз де көріп жатсыздар. Кейбір реформалар сәтсіз болып жатыр, кейбір реформалар басталып аяқталмай қалып жатыр. Дегенмен біз мына халықаралық зерттеулерде мүмкіндігінше өзінің оқушыларымызды жоғары деңгейде нәтиже көрсетіп, жалпы өмірге деген дайындыққа бағыттап жатырмыз. Енді біздің мектеп төңірегінде әрине айтатын болсақ, қиындықтар бар. Мысалға, оқу процесін ұйымдастыру кезінде қарайық, мысалға, мына санитарлық эпидемиологиялық талаптар бойынша сіздер мысалға қоңырауларыңыз 5 минуттық, 10 минуттық, тіпті 20 минуттық қоңыраулар болу керек. Ал факультативті сабақтар, сіздер негізгі сабақтардан кейін, түстен кейін түскі астарыңыз ішіп келіп, түстен кейін мектепте оқуларыңыз керек. Бұл идеалды жағдайда дейміз. Ал сондай әрине қиындықтарымыз бар. Жалпы бірақ өздеріңіз байқап жүргеніңіздей, қазіргі таңда сіздер оқушылардың білімдеріңіз заман талабына сәйкес көп ақпаратты білесіздер. Бұрынғыға қарағанда біздер мысалы белгілі бір ақпарат керек болса, бізге кітапханаға бару керек, оған уақыт кетеді, оны іздеу керек ақпаратты. Ал қазір сіздердің қолдарыңызда смартфондар бар, қажетті білімді кез келген уақытта ала аласыздар, кез келген уақытта білімді толықтыра аласыздар. Міне осындай үлкен айырмашылықтар бар. Ол әрине жылдан жылға дейін қарыштап дамиды деп мен ойлаймын. Өте жақсы, керемет. Одан кейінгі сұрағым болса, осындай аяулы мектеп гимназиямыздың жетістіктері туралы айта кетсеңіз. Соңғы жылдары мектебіміз қандай жетістіктерге қол жеткізді? Енді біздің мектебіміз 2016 жылдан бастап ашылды. Осы біздің үлкен мектебіміздің ең елеулі жетістіктерін айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, 2020 жылы ең үздік орта білім беру мекемесі атанып, грант жеңіп алдық. Қателеспесем, 8,5 миллион теңге қаржы болу керек. Ол әрине 4 жыл ғана жұмыс істеген мектебіміздің нәтижесі өте керемет. Бұндай нәтижеге де бірде-бір мектеп жетпеген. Әрине. 4 жылдың ішінде ашылған мектептің 4 жылдан сондай нәтижеге жету. Ол біздің ұстаздарымыздың, сіздердің оқушылардың еңбек етулерінің арқасында келді деп ойлаймын. Сонымен қатар өзіңіз естіп біліп жатсыздар, ата-аналар, оқушылар бәрі біледі. Міне осы 2024 жылы біздің мектебіміз республикамыздың ең үздік 100 мектеп қатарына енді. Оның ішінде Ақтөбе қаласы бойынша 4 мектеп, ол жаңағы Білім Кемел, Назарбаев зияткерлік мектебі, ол енді мамандандырылған мықты мектептер, және Ақтөбе қаласындағы номер 11 мектеп гимназиямыз сияқты, және біздің мектеп. Бұл ойлаймын біздің оқушыларымыздың, мұғалімдердің үлкен еңбегі. Енді кішігірімді ұсақ түйек жетістіктеріміз өте көп. Жалпы айтқанда біздің облысымыз Ақтөбе облысындағы, жалпы Батыс Қазақстан өңіріндегі ең үлкен мемлекеттік мектептердің бірі, және оның жетістіктері сол алдыңғы қатарлы мектептің қатарына кіреді. Оны баршамызға бәрін екені анық. Өте керемет жетістіктер. Бұл жетістіктермен әрине ауыз айтып тұрып мақтануға болады. Одан кейінгі келесі сұрағыма көшетін болсам, соңғы жылдары президент жолдауында білім беру сапасын арттыру туралы нақты көңіл бөлгенін байқадық. Және президент жолдауында жайлы мектеп, білім сапасын арттыру, білім беру жүйесін жаңғырту туралы нақты міндеттер қойылды. Осы жобалар туралы көзқарасыңыз қандай? Реформалар қалай жүзеге асады деп ойлайсыз? Және осы жайлы мектеп
жобасы аясында біздің Есет Батыр ықшам ауданында қандай өзгерістер күтілуде? Енді жалпы өздеріңіз көріп біліп отырсыздар, 3 ауысым мектепте оқып жатсыздар. Иә. Енді бұл мәселе ұзақ жылдар бойы, 30 жыл бойы қордаланып келген мәселелердің бірі дейік. Қала мектептерінде соңғы 7-8 жылда оқушылардың оқуға мектептердің тапшылығы байқалады. Біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев үлкен көрегенділікпен осы мәселені біліп, 2022 жылы өзінің жолдауында ұлттық жоба ұсынып, жайлы мектеп ұлттық жобасын ұсынды. Міне 2 жыл ғана уақыт өтті. Бұйырса мына біздің Нұр Ақтөбе 3-ші мөлтек ауданында 2000 оқушыға есептелген жайлы мектеп тапсырылады. Ол жайлы мектеп немен ерекшеленеді? Өзің аты айтып тұрғандай, жаңағы айтқан барлық талаптар сақталады. Мен айттым, мысалға айтып отырмын, сіздер 5, 10, 20 минут қоңыраулар болу керек, тамақтанып алуға түскі мүмкіндік болу керек, факультативтік сабақтар түстен кейін болу керек деген сияқты. Сондай жайлы мектеп, барлық талаптар сақталынады. Мысалға, ол мектепте бір кезеңде 2000 бала оқи алады. Бір кезеңде 2000 бала оқыса, түстен кейін мектеп бос тұрса, мысалы, түрлі үйірмелер, секциялар жасауға, факультатив сабақтар өткізуге өте ыңғайлы болады. Яғни ол оқушыларға да, мұғалімдерге де жайлы болады. Мысалға, қазір таңда біз қарап отырсақ, біздің мектепте дұрыс жабдықталған кабинеттердің жетіспеуіне байланысты мұғалімдер бөлмесі жоқ мысалға, да? Сондай қиындықтар бар. Ол мектеп сондай жайлы болады. Яғни бір жағынан үлкен қалаларда шоғырланған халықтың балаларын оқытуға үлкен мүмкіндіктер туады. Қазір таңда біз сияқты толып отқан мектептер азаяды, бала саны азаяды, яғни барлығына үлкен еркіндік мүмкіндіктер пайда болады дейміз. Енді бұл біз президентіміздің осы болашағымызды ойлап, сіздерді ойлап жасап жатқан жағдайы. Міне кеше ғана өзің президент қыркүйек айының басында болған президент өз жолдауында жүзеге асырып жатқан осы жайлы мектептердің жұмысын айтты. Осы жайлы мектеп іске қосылғаннан кейін мына білім беру саласындағы мүмкіндіктер өте көбейеді. Мысалға, неғұрлым жағдай болған сайын, мысалға, сыныптарда негізі талап бойынша 24 оқушы отыру керек. Қазір мен қателеспесем, сіздердің сыныптарыңызда мысалы 29, 30, 32, 33 оқушыдан отыр. Мүмкін қараңыз, енді бір мұғалім қазір сабағымыз 40 минуттан өтіп жатса, 3 кезеңде болуына байланысты. Оқушыға 30 оқушыға көп көңіл бөлінеді ме, әлде 24 оқушыға көп көңіл бөлінеді ме? Сол мәселе мысалға. Сол жағдай талапқа сәйкес болатын болса, сіздердің білім алуларыңызға өте жақсы жағдайлар туындайды. Бұл біздің президентіміздің көрегендігі мысалға. Енді мына облыс басшылығы жалпы біздің мектептің осы 3 кезеңде оқу жағдайын бақылауға алып, өзіңіз білесіз, мектептің артында жапсарлас құрылыс салынып жатыр, 600 орындық. Ол аты жапсарлас құрылыс болғанмен, шын мәнінде келгенде ол кәдімгі мектеп деңгейі. Оған қаржы 2 миллиард 200 миллионнан астам қаржы бөлініп отыр. 600 орындық толыққанды мектеп деп айтуымызға болады. Осы жапсарлас құрылыс 2025 жылы қолдануға берілсе, біздің мектепте 3 кезеңде оқыту мәселесі толыққанды шешіледі. Міне осындай жалпы президентіміздің, облыс әкімінің қабылдап жатқан шешімдерінің арқасында біздің оқушыларға өте жақсы білім алуға мүмкіндіктер алдағы уақытта туындайды. Тек сәл ғана шамалы шыдамдылық қажет. Осындай. Осы сізбен сұхбаттасқаннан кейін осы президент жолдауының жайлы мектеп туралы реформалары туралы тигізетін пайдасын толықтай түсінген сияқтымын. Енді өзіңіз білесіз, мектепте үлкен бір тұлғалардың бірісіз. Оқушылардың сізге қарап бой түзейтіні айдан анық. Осы мектеп оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Қалай үлкен жетістіктерге қол жеткізуіне болады? Әрине, ең бірінші, мен ойлаймын, біздің оқушыларымыз білім алу керек. Әрине, сосын мектептің ата-аналарымыздың беріп жатқан саналы тәрбиесін өздеріне сіңіру керек. Әл-Фараби ұлы тұлға айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Білім мен тәрбиені қатар бойларыңызға сіңіріп, болашақ еліміздің нағыз патриоттары, елімізді алға жетелейтін азаматтар болуларыңыз керек. Әрине, сонымен қатар қалай дейік, мына әлемдегі, жаһандық әлемдегі ұлы тұлғалар секілді әлемдік деңгейдегі жаңалықтар, ғылым саласындағы жаңалықтар ашуға үлес қосады деп мен ойлаймын оқушыларымызды. Мысалға айталық, Билл Гейтс,
Стив Джобс деген әлемдік деңгейдегі, енді атап айта берсек өте көп қой. Біздің оқушыларымыз осылай әлемдік деңгейдегі, жаңа президентіміз айтып жатыр, бәсекелестікке қабілетті деп. Солай елімізді дамыған елдер қатарына қосуға біздің оқушыларымыздың әбден мүмкіндігі болады. Солай болады деп ойлаймын. Ол тек білім мен тәрбиенің ұштасып, жақсы білім алып, еңбек етсеңіздер, соған жетесіздер. Өте керемет кеңестер. Осымен менің сұрақтарым тамам. Менімен сұхбаттасуға алтындай уақытыңызды бөлгеніңізге тағы да үлкен рахмет айтамын. Біздің сұхбатымыз және менің сұрақтарыма сіздің жауабыңыз оқушыларға өте үлкен пайдалы зат болады деп сенемін. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.